Сәлеметсіздер ма, құрметті студенттер? Бүгін жалпы медицина мектебінің бірінші топ студенттері үшін ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәні бойынша практикалық сабақты жүргізетін мен информатика кафедрасының доценті Ажыбекова Жанар Жұбандық қызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұлтты және мобильді технологиялар. Сабақтың мақсаты бұлтты қызметтерді қолдану, бұлтты технологиялардағы құжаттармен жұмыс істеу, мобильді қызметтермен танысу. Құзыреттілік. Бүгінгі сабақтағы студенттердің оқу жетістіктерін бағалау критерийі, білімді қолдану және түсіну. Бүгінгі сабағымыздың оқыту және сабақ беру әдісі case study. Case study әдісі нақты бір оқу жағдайын талдауға арналған оқыту әдісі. Оқыту әдісінің негізгі мақсаты қойылған мәселелерді айқындау, тыңдау және шешу, ақпаратпен жұмыс. Оқу жағдайында сипатталған мәліметтердің, деректердің мағынасын түсіну, ақпарат пен дәйектемелерді талдау және жалпылау, бір-бірлерін тыңдау, түсіну, яғни топта жұмыс істеу салалары бойынша дағдыларды қалыптастыру мен тәжірибе алу. Осы әдісті қолдану үшін топ студенттерін екі топқа бөліп алу қажет. Бізге жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін оң жақ қанатта отырған студенттерді бірінші топ, сол жақ қанатта отырған студенттерді екінші топ етіп бөліп алайық. Қарсы емессіздер ме? Қарсы болмасаңыздар, әр топ өз көз басшыларын таңдап алуы қажет. Дайын болсаңыздар, әр топтың көш басшыларымен танысайық. Мен топтың көш басшысы Әйгерім, топ мүшелері Тамирис, Диана, Азиз. Екінші топтың көшбасшысы мен Дана, топтың құрамы Жақсыбай, Айнұр, Дана. Бірінші кезең бойынша қандай жоспарларыңыз бар? Сонымен топ мүшелері айтып өтсе. Біздің жоспар 5 қадамнан тұрады. Бірінші жоспарымыз ол ақылдаса шешкен тақырыбымыз, ол анатомия пәніндегі жүрек және оның құрылысы деген тақырыпты алуды шештік. Екінші топ мүшелері осы Google аккаунтына кіруі қажет. Үшінші этап бойынша мен Google құжат құрып, оларға совместный доступ ашуым керек. Ол уақытқа дейін топ мүшелері осы жүректің құрылысы туралы интернеттен түрлі ақпараттарды жинау қажет. Біздің де жоспар 5 қадамнан тұрады, бірақ анатомия пәні бойынша біз ми тақырыбын алған жөн көрдік. Жақсы, олай болса, іске сәт. Мыйшықты керек тезірек. Ми туралы суреттер графикалы табындаш тезірек. Суреттерді таба беріңдер. Графикалар табындаш тезірек. IQ-ды да таба берші. Я ашып қойдым. Ой, мына жерде жоқ болып кетті. Диаграммаға орысша жазу керек. Сол кезде картадан шығады. Карталар, я қазір неден шығарамыз. Үшінші кезең бойынша Google дисктің бүкіл мүмкіншіліктерін пайдаланып жатырсыздар. Жақсы. Енді төртінші кезеңге көшейік. Топ дайын болса, онда әр топ өз жобаларын демонстрациялауға көшіңіздер. Апай бізде соңғы слайд және де қазір естелікке суретке түсіп, сонымен презентация дайын болады.
Жарайды, бірінші топ қазір дайын болады дейді. Екінші топ, сіздердің дайындықтарыңыз қалай? Біздікі де сол жақтамыз. Сонымен төртінші ең соңғы кезең. Дайын болсаңыздар, әр топ өз жобалары демонстрацияласын. Бірінші топ, сіздерден демонстрациялайтын мүшені атасаңыздар. Біздің жобаны таныстыратын Мажид Азиз. Жақсы, іске сәт. Біздің жобаның тақырыбы жүрек және қан айналым жүйесі. Біз бұл слайдты жасаған кезде интернет желісінен GIF картинкаларды қолданған болатынбыз. Және осы слайдтың мәтінін негізінде Word жүйесінде мәтінді терген болатынбыз. Жүректің құрылысын келтіру мақсатында осы Google Диск форматындағы видеоны пайдаландық. Қан айналым туралы түсінікті келтіру үшін біз интернет желісінен GIF картинканың үлкейтілген формасын қолдандық. Бұл жерде яғни қан айналым қызметін Word жүйесінде қолмен жазылған болатын, ал жүректің үлкейтілген мақсатында көрсету үшін масштабировать функциясын қолдандық. Қан айналым жүйесінің схемасын түсінікті қылып көрсету үшін анимациядағы белгі бағыттарды қолдандық. Қан айналым жүйесінің схемасы, яғни осы жердегі жазуларының барлығы анимациямен келтірілген. Жүректің жиырылуы. Жүректің жиырылуын жақсы түсіндіру үшін біз мына суретті қолдандық. Келесі жүрек соғысы, яғни пульсын анықтау үшін біз валиология сабағында қолданылған мәліметтерді осы слайдқа енгіздік. Яғни біздің қалыпты жағдайдағы пульсімізбен жұмыстан кейінгі пульсті осы Excel диаграммасы арқылы енгіздік. Назарларыңызға рахмет. Екінші топ, сіздер дайынсыздар ма? Иә. Таныстыратын, демонстрацияны таныстыратын студент? Бізде ол Айнұр. Жақсы, іске сәт. Біздің тобымыздың алған тақырыбы ми және бидің құрылысы. Көріп тұрғаныңыздай біз GIF картинкаларды қолдана отырып, біздің презентациямызды дәл осылай бастадық. Келесі слайд бойынша біз Paint программасы арқылы мидың құрылысын 5-ке бөліп, оған анимацияны қолдандық. Яғни міне. Көріп тұрғаныңыздай ми 5 бөлімнен тұрады, және де біз әрбір бөлімге өзінің атауын бердік. Яғни маңдай бөлімі, төбе бөлімі, шүйде бөлімі, мишық және де самай бөлімі. Келесі слайдты көріп тұрғаныңыздай, біз жалпы мидың толық көрінісін бергіміз келді. Және де дәл осы слайдта біз интернет ресурстарды қолдана отырып, дайын видеоны қолдандық. Осы видеода 3D технологияларды қолдана отырып, біз нейрон және жалпы мимен адам организмінің жұмысын көре аламыз. Көріп тұрғаныңыздай, бұл жаңағы сигналдар тітіргендіргіштер арқылы олар миға барады, кейін ми өзінің жауабын береді. Дәл осы слайдты біз интернет ресурстарды қолдана отырып ми жайында қызықты деректерді алдық. Мысалға, адам миы үлкен көлемде энергия бөледі. Тыныштықта болған мидың энергиясы 25 ваттық шамды жаға алады. Және де дәл солай сияқты. Дәл осы слайдты біз Excel программасын қолдана отырып, және де интернет ресурстарымыз арқылы біз бірнеше елдің интеллект коэффициентінің статистикасын жасадық. Яғни, ең алдымен біз статистиканы құрдық, және де диаграмманы қолдандық. Және де карта арқылы біз осы елдерді белгіледік, яғни Қытай, Испания, Израиль, Қазақстан, Турция және де Египет. Назарларыңызға рахмет. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Назар аударыңыздар. Мобильді телефондарыңызға хабарлама келгенін байқадыңыздар ма? Иә. Олай болатын болса, бұл хабарламаны не деп атайды балалар? Дұрыс айтасыздар, бұл пуш хабарлама. Пуш хабарлама дегеніміз не? Қалай түсінесіздер? Басқа хабарламадан айырмашылығы не? Яғни пуш хабарлама кезінде телефон блокировкада тұрған кезде де біз қандай хабарлама келгенін көре аламыз. Дұрыс. Олай болатын болса, назар аударыңыздар, сіздерге қандай хабарлама келді? Бүгінгі сабақ
балын көріп отырсыздар. Олай болатын болса, бұл балды, сіздерге бүгінгі қойылған балды, сіздердің бүгінгі сабаққа тыңғылықты дайындалып келгендеріңізді және берілген тапсырманы жақсы орындағандарыңыз көрініп тұр. Соны ескере отырып, мен сіздерді төмендегі балмен бағаландым. Әділбек Тамирис 97, Бекзатова Диана 100, Мәжит Азиз 97, Түймебаева Әйгерім 100, Қадырова Айнұр 100, Бисенова Дана 100, Сүйінбай Дана 98, Асқарбаев Жақсыбай 99. Осымен біз практикалық сабағымызды аяқтаймыз. Кездескенше қош сау болыңыздар.